Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтын бас киім Хан Сұлтан спектаклінің ары қарай жалғасы. Бұл видеода моңғол әйелдерінің дәстүрлі бас киімі, халқының тұрмысқа шыққан әйелдерінің бас киімі болады. Бұл бас киімде негізгі элементі сиыр мүйізге ұқсастып жасалған шаш үлгісі, тағы бір белгісі құстың қанатына ұқсас еліктеуі. Бұл моңғолдардың әйелдерінің бостандығы мен көшпелі өмірдің символын көрсетеді. Енді бұл бас киімді эскиз бойынша суретшінің сұранысы бойынша мен өзім білгенімді жасап көрсетіп жатырмын. Міне енді негізгі қалпағымызды жасау үшін биіктігі 32 сантиметр, аяқ жағы 9 сантиметр болатын, 6 қиықтан тұратын осындай выкройка жасаймыз. Бұл қалпағымыздың төбесі өте үшкір болады, өйткені бұл басқа киіліп тұрмайды, жай ғана төбесінде тұратын болғандықтан осылай үшкір қылып 6 қиық қылып жасаймыз. Соны біз сырып тіксек те болады, сырмай тіксек те болады. Негізгі матамен біріктіріп тігіп аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ең басы үшкір болу үшін бір-біріне осылай бас жағы 2 сантиметр, 1,5 сантиметр болады. Соны біріктіріп тігеміз. Міне көріп тұрғандай, міне уже тігіп болдық. Аяқ жағын полоскамен, жалпақ жолақшамен жауып шықтық. Ал оның үстінен мынандай тері жүн, искусственный жүн болғандықтан сонымен жолақша жабамыз. Ол жолақшамыздың арқасы айрық, ашық болады. Негізгі қалпағымыз дайын болды. Енді арқасын, жаңағы мүйізіміз дейміз, қанаты дейміз, соны формасын жасап, осыны бірінші фетрден, одан кейін каркас жасаймыз темірден, өйткені ішінде темір болмаса, мынау былқ-сылқ етіп ұстамайды. Енді осыны формасын жаңағы қара матамен екі жағын бірдей қаптаймыз. Шашымыз қара болғандықтан қара мата дұрыс болады. Одан кейін барып, мына бізде бұрым әкелді, бұрым тарқатып, бұрымды соны жаямыз осы қара матаға. Шетіне машинка тігетінге қалдырамыз. Одан кейін бас жақтарын қолмен тігіп шығу керек. Бас жағын қолмен тігіп, мына шашымызды жайып қоямыз. Шаш бұйра болғандықтан кішкене толқынын жазу үшін машинкамен тігуге тура келеді. Жастар енді үйреніп жатыр, тігіп жатыр. Енді қиын жерлерін өзім істеуге тырысамын. Бізде басқа эскиздер бойынша да формаларын дайындап, пішіп дайындау керек. Сондықтан параллельно оны да жасап үлгеріп жатырмыз. Міне қазір басқасын эскизге дайындап қойдым. Соны жастар енді піше береді. Мен шашымызды тігуге кірістім. Шашты үстінен бастырып тігіп шығамыз. Сол кезде мына толқынды болып тұрады. Шашымызды біріктіріп, жаңағы екі жағына бірдей шашты тіктік. Ортасына жаңағы формамызды кіргізіп, екі жағын тігіп тастаймыз. Формасы ұстап тұру керек. Сол үшін. Қалың шаштарын өте көп аяқ жағы. Оларды біз кесіп алып тастаймыз. Кішкене жұқалау қылып.
артистке өлең айтқанда кішкене кедергі болмасын деп, ауыр болмасын деп, оның бәрін ескеру керек. Бізде осымен қатар басқа да мейманстар бар, бәрінің бас киімдерін үлгеріп жасап үлгеріп жатырмыз. Өйткені олар да параллельно жүріп отырады спектакльде. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, Моңғолдың мына балаларының бас киімін жасап жатырмыз. Менің басқа алдыңғы видеоларымда бар Моңғолдың баласының осындай қалпағын тіккенін. Мынау тура сондай болады. Енді тура соны қайталап жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, эскиз бойынша бәрі тура сондай қылып жасап көрсетіп жатырмын. Бізде арасында балет бар, хор бар, миманс бар, бәріне бас киімдерін осылай параллельно бәрі бірге жүріп отырады да, бәрін бірге тігіп отырамыз. Біздің коллективіміздің ынтымақтылығының арқасында осындай қысқа уақытта барлық жұмыстарды үлгеріп, тігіп, жасап үлгеріп жатамыз. Міне ойдағыдай шықты, эскиз бойынша тура болды. Енді әшекейін өздері жаңағы істейтін адамдар істеп дайындай береді. Бізде басқа да миманстың басқа да шапкілері бар. Оларды да міне выкройкаларын жасап дайындап беріп отырам. Қыздардың шеберлігі тез үлгеріп, әйтеуір бәріне мынандай үлкен спектакльді үлгеріп жатамыз. Гүлнар автомат. Все, малахайлар дайын болып қалды. Пулеметчица Таня полным ходом идет. Жұмыс істеген қатты. Вот. Пулеметчица. Қызымыз. Деп жатыр. Шапкамызды. Жақта отырып, жапырақ қыз. Міне отыр. Жапырақтың бәрі. Мына жақта бір адам отыр, міне. Жұмыс жасап. Ел қонағымыз. Параллельно мейманстардың да шапкасы дайын болды. Мына басты кейіпкеріміз тағы да бір бәйбішелердің бас киімдері дайын болды. Міне хорлардың да бас киімдері, малахайлары дайын болды. Бәріне үлгеріп жатырмыз. Енді мына қайтадан мына ең басты кейіпкерімізге қайтып келдік. Мына бас киіміміздің аяқ жағын түгелдей дерлік мына шаштың сыртын қара матамен қаптап шығамыз. Өйткені ол сыртын жаңағы тесмамен қаптау үшін солай болу керек. Тесмамыздың бәрін бір-бірлеп, қатар-қатар қылып тігіп шығамыз. Бұл бас киімде клей қолданған жоқпыз, барлығы қолмен тігіліп шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне барлық шаштарды аяқ жағындағы азайтып, кішкентай қылдық. Өйткені әншілерге кедергі болмас үшін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай бас киіміміз дайын болды. Енді өздеріңізге ұнап жатса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, аман есен болайық.